Армысыздар, құрметті ұстаздар. Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Дайырбекова Ержігітқызы. Менің бүгінгі алып кеп отырған сабағым нөмір 1 практикалық жұмыс ион алмасу реакциясы. Мен неге практикалық сабақты алып кеп отырмын? Химия пәнінде практикалық сабақтарды өткізудің мәні зор. Химия пәнінен оқушылардың қабілеттіліктерін дамыту үшін мүмкіндігінше білім алушылардың өзіне тапсырмаларды көбейте отырып, оларға химиялық проблемаларды шығармашылықпен шешу тәсілдерін біртіндеп меңгерту қажет. Тәртіптік, зейіндік жұмысқа ептілігі, жинақылық тәрізді қасиеттерді тек білім алушылар сынақ тәжірибелік теория негізінде оқып үйренумен ұштастырылған жағдайда ғана білім алушының ақыл, ой және сарамандық іс-әрекеттің дараланған сипаты қалыптасады. Теориялық және сарамандық мазмұндағы жаңа мәселелерді шешу білу шеберлігі пайда болады. Химия пәнін, химия ғылымына көбірек қызығатын оқушылармен жүргізілетін жеке дара жұмыстар жүргізіп отырып, бұларға теориялық немесе сарамандық жұмыстарды орындауға байланысты тапсырмаларды көбірек беру керек. Оқушылар бір-біріне, яғни тапсырмаларды орындау кезеңінде өзіндік жұмыстары арқылы сарамандық жұмыстарды бірлесе отырып орындағанды, бірлесе отырып есептер шығарғанды ұнатады. Химия сабағында оқушылардың жалпы өзіндік жұмыстары сан алуанды сарамандық сабақтар, сарамандық тәжірибелерді орындалулары, есептерді шешу, формулалар бойынша реакциялардың теңдеулерін құрастыру, жаттығуларды орындау, бақылау, тексеру жұмыстарын орындату, оқулықпен жұмыс, анықтамалар, әртүрлі қосымша әдебиеттермен жұмыс, сарамандық жұмыстардың есебін жазып орындау, таным, жорық материалдарын өңдеу, басқа да сабақтарының құрамдас бөліктері өте көп. Соның ішіндегі практикалық сабақтарды жүргізген кезеңдерде оқушылардың химия пәніне деген қызығушылықтары арта түседі. Сондықтан мен бүгінгі сіздерге ион алмасу реакциясындағы өткізілген бір сабағымды алып келіп отырмын. Бүгінгі біздің бала тақырыбымыз нөмір 1 практикалық жұмыс ион алмасу реакциялары. Ион алмасу реакциясы деген сөзіміз не екен балалар? Суда еріген кезде заттардың иондарға ыдырау процестері. Енді қарап, мынау тұрған біздің темір хлоридінің қанша вариантты дейді? 3 варианттың ерітіндісіне нені құямыз балалар? Натрий гидроксидінің ерітіндісін құйдық. Қандай не пайда болды бізде? Тұнба пайда болды. Қандай түс тұнба? Қоңыр түс тұнба пайда болды. Енді келесі бізде не істедік? Кальций оксидіне ортан фосфор қышқылын құйдық. Не пайда болды бізде бала? Ақ тұнба пайда болды. Мынау біздің қоңыр тұнба, мынауымыз ақ тұнба пайда болған екен. Бұл ион алмасу реакциясының бірінші жағдайы. Ион алмасу реакциясы болу үшін 3 жағдай керек еді. Қандай еді? Су түзілу керек, газ бөліну керек, сосын тұнба түзілу керек екен. Жақсы. Не түзіледі балалар? Темір гидроксиді үшеселенген, және не түзіледі балалар? Натрий хлориді түзіледі. Реакцияны теңестірейік қана балалар. Неге не қоямыз коэффициенттерін? Натрий хлоридінің алдына 3 коэффициенті. Себебі хлор үшеу болып тұр мияқта, Так, гидроксид мияқта үшеу болып тұр. Мияқта қалай болып тұр гидроксид? Біреуісінің 3-те коэффициент қоямыз. Реакция теңесті. Енді не істейміз балалар? Иондарға ыдыратамыз. Так, темір бізде 3 плюс алдына 3 коэффициент шығады. 3 натрий плюс. Не істейміз балалар? 3 OH минус. Мынау балалар тұнба күйі жазылады, иондарға ыдырамайды. Феррум OH 3 тұнба. Плюс не істейміз балалар? 3 натрий плюс 3 хлор минус. Не істейміз арғалай? Коэффициенттерін сандаймыз. Ұқсастарын қысқартамыз, Ал немене қысқартқан? Қысқарту реакциясы біздер. Натрий. Натрий менен натрий қысқарады екен. Тағы? Хлор. Не қалды сонда жазамыз? Феррум плюс 3 OH минус. Және не қалды балалар? Феррум OH үшеселенген қалды екен.
иә? Енді біз мынау ионамыз реакциясына кіре ма? Иә. Кіреді, себеп тұнбасы бар. Келесі бізде не бар? Натрий гидроксидіне тұз қышқылын құямыз. Не түседі балалар дейді? Қандай реакция түзіледі? Қандай реакция шығады? Натрий хлориді. Натрий хлориді. Натрий хлор плюс О. H2O. Міне, су түзілді ма? Су түзілді. Иә. Адам тұнбасы, мына су түзілді, иә? Енді не істейміз балалар? Реакция тең. Теңестірмейміз, иондарға таратамыз. Натрий плюс OH минус плюс H плюс хлор минус натрий плюс хлор минус плюс H2O. Не істейміз енді қысқартамыз? Хлорид. Хлорид. Хлорменен хлорид қысқарады. Натрий мен натрий. Натрий мен натрий. Менен натрий қысқарады, жазамыз қалғандарын. H плюс OH минус H2O. Мынау балалар ион алмасу реакциясын сапалық реакциясы деп аталады екен. Бұл жалпы кез келген заттар судан еріген кезде не істейді екен балалар? Құрметті ұстаздар, практикалық сабақтарды жүргізу кезінде мұғалімнің басты міндеті, яғни қауіпсіздікті сақтауды қолға алуымыз керек. Қауіпсіздік ережесімен оқушыларды таныстырып, оларға практикалық сабақты жүргіздіруге мүмкіндік беруіміз керек. Қорыта айтатын болсам, яғни химия пәнінде практикалық жұмысты оқыту барысында тапсырмаға негізделген оқу әдістемесін қолдану арқылы оқушылардың өзіне деген сенімділігін арттырып, шындықты іздеуге бағыттауымыз қажет.